Ассаламу алейкум қыздар. Бүгін сіздермен Алсаттан келген предпоследний заказ. Осыдан кейін бір затым қалды. Соны алғаннан кейін бітті. Ол қарғода жұмысым жоқ. Так, сіздермен бүгін мынаны ашып қараймыз. Бұлар бізде сатуға, біреуі өзіме алмын. Өте ауыр, бұл сатуға алып едім. Двойка болу керек, 2 штук заказ бердім. Так, осы үшеуіне мен где-то 6000 бір нәрсе теңге төледім. Бұл бізде лампа болу керек. Мен бұны сатуға заказ бергем. Бұл тек қана светильник ретінде емес, сонымен қатар телефонды зарядтауға да арналған. Қазір ашып көрсетемін. Ашып көрейік. Үлкен лампа. Өте жақсы етіп ораған. Қытайдың продавеці. Міне осындай әдемі лампа. Қазір ашып көрсетемін. Так, көрейік. Бұл арзан келген жоқ. Енді светильник үшін маған біраз қымбат болды. Сонда да беріп қарадым. Тексеру көп мақсатында. Мынадай. Мен мына берген сияқтымын. Қазір көрейік. Так, ашамай жатыр. Ой, мынандай болды. Бұл бізде зарядкалар болу керек. Так, бізде мынадай қағазы шықты. Бұл осындай түрін бердім. Мынадай түрі болды, мынадай түрі болды. Мен жүрек түрі болды. Мен именно звездочкаларын мынадай шықты. Ішінде зарядтайтындар болу керек. Ашып қараймыз. Өте әдемі дүние екен. Мынау светильник болады и жанат. Мына жеріне сотканы зарядкаға қоюға болады. Менде қазір артық телефон болмай тұр. Мен оны түсіре алмай жатырмын. Так, көрейік. И цветтер ауысады екен. Осындай әдемі светильник. Өте күшті. Қатты ұнады. Качествосы. Мына жерде зарядтайтындары болу керек. И ауысып тұру да мүмкін мына цветі. Мен қазір телефон болса, мына жерге әкеліп көрсетем зарядтап. Бокстың несі бар екен? Проводыма бар екен. Значит, бұмен телефон арқылы музыка или там Құран қосып қоюға болады. И мына жерде өзінің зарядтықсыны бар. Power on. Сосын цветтерін ауыстыруға өзгеріп тұратын режимі қойылған. Мынадай режимдарына түстерін ауыстырып қойылады. И осыны өзгетіп те істеуге болады. Қазір мен жасай алмай тұрмын. Мынаған қойған кезде телефон зарядталу керек. Ол функциясын қарау керек. И тағы бір бізде проводы келді. То есть бұл провод зарядтау үшін сияқты, ал мынау банаға телефонға қосып қою істейтіні болу керек. Попозже оны да көрсетем. Бұл как колонканың да рөлін атқарады. Соны қазір бір тексеріп көрейік. Зарядтайтын функциясы мен таппай тұрмын. Бірақ басқа функциялар бар. Мына жерде қазір мынаны қосып көрейік. Мына жерде қосылды міне. Колонкадан. Осы жерден бастап мен микрофонның кнопкасын басып жіберіппін. Ары қарайғы видеолардың барлығында дауыс шықпайды. Придется осылай озвучкамен жасауға. Мына келесі менің кардиганым.
сатуға бердім. Екеуінде качествосы, былай бағасы бәрі ұнады. Өте күшті болғасын бердім. Кардиган деп қателесіп кеттім. Двойка. 2 двойка школға да былай да киюге. Юбкасымен и осындай кофтасымен. Қазір көрейік, бірге ашып. Вау! Сіздерге қазір качествосын жақыннан көрсететін боламын. Қараңыздар, қандай жұмсақ. Осындай әдемі үсті мынау. Мен 2 размер бердім. Мектеп оқушыларына арналған бұл. Енді юбкасын ашып көрейік. Өте қалың материалы. Күшті резинка, белі. Бармай қалады деп қорықпаймыз. Так, 120 размер. Өте күшті. Бәрі ұнап тұр. Мына жерде қалыңдығы, бәрін қарасаңыздар болады. Келесі осындай игрушка. Қазір ашып көрсетемін. Так, бұл бізде хит кактус ойыншығы. Так, сіздерге көрсету үшін былай жақыннан түсірейік. Мына жерде зарядтайтыны, и бұл қазір көрсетемін. Мынадай зарядкасы бар. Так, қазір батарейка бар ма екен, қарайық. Опа. Жақсы жасаптыр. Да, енді бұл сөйлеген сайын біздің дауысымызды қайталайды. Қазір проверканы өткізейік. Привет! Ну, енді прям күшті қайталамайды, но барат. Өзім бағасына. Қыздар, видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Қатты қуанып қалам.